Бір күні мен мынандай бір жиынға барып қалдым. Сол жерде бір ақсақал ағамыз бар еді, кездесіп қалдым. Сосын бір сұрақ қойғым келді. Өйткені содан бір ай бұрын ғана өте жоғары лауазымда отырған оның баласы жемқорлықпен қамалған болатын. Сосын ақсақалға кеп, көке қалайсыз? Мына бала қалай болды бұл? Бір жала жабылдау дедім енді мен. Бір жала болды ма, төңіректен бір интригаға түсіп қалдау деп едім. Жоқ, айны, жоқ. О бала солай болып шықты. Сосын мен сұрадым, қалай енді? Әдетте әке шешесі баласын ақтайды ғой енді. Оның үстіне мен көңіліне қарап жаңағындай жұмсақ сөйлеп жатырмын. Сөйтіп ем, ол кісі айтты, жоқ. Өз бала басынан өзі бір менің де сөзімді аттап, аяқ асты қып, шала шарпы, шешесінің де көп сөзіне бойсынбай, бала кезінен өзі осылай болып еді, ақыры ұрынып тынды ғой деді. Сол кезде барып менің мейіріме дыңқ ете қалды. Бұл кейде халыққа жанашымастық, осы бір мемлекеттің қаржысын талан-таражға салу, мына тәуелсіздіктің тұғырын нықтылаудың орнына соны бір әрқайсысы тамырын үзу қайдан шығады десем, анау отбасындағы, әулетіндегі әкесінің батасын алмаған, шешесінің сүтіне адалдық көрсетпеген, ана негізден, былайша айтқанда, ана фундамент тұғырдан бастап шығады екен ғой. Біз көбінде чиновниктің портфель ұстап кабинетте отырған кезін ғана көреміз. Оның артына үңілмейміз ғой. Ол қайдан келді, қалай пайда болды жерде деп, біз оның кәсіби майталмандығына, біліміне, профессионализміне ғана қараймыз. Сөйтсек шынында, мына енді көрермендеріміз тыңдап отыр ғой. Былай қарап отырсаң, Абай да кеше болыс болды. Бірақ Абай неге толымды болыс болып, тіптен болыстықтан өзі бас тартты? Себебі оның ар жағында Зер әжеміздің, Құнанбайдың тәрбиесі, сол ортаның үлкен, құнарлы, нәрлі, рухани ортасы жатқан еді. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.